Ассаламу алейкум, құрметті верми фермерлер және верми технология саласына қызығушы танушылар. Бүгінгі сабағымыз екінші сабақ, бірінші бөлім. Органикалық тыңайтқыштардың химиялық тыңайтқыштардан артықшылығы. Органикалық тыңайтқыштар химиялық тыңайтқыштардан артықшылығы жерге кірген кезде жерді тірілту ең маңызды мәселе болып саналады. Былайша айтқан кезде Аллах тағала жерді құнарту үшін жаратқан бірнеше түрлі жәндіктер бар дедік. Және микроорганизмдер бар дедік. Солар жаңағы табиғи түрде жұмыс істеп, органикалық қалдықтарды гумус образовать етіп, жердің құнарын келтіреді. Былайша айтқан кезде жерге органикалық тыңайтқыштарды бергенде, ол жер тіріге айналып, өсімдік әлеміне керекті барша макро, мезо, микроэлементтерді өсімдік әлемінің тамырларына су арқылы сіңдіріп, оған мықты иммунитет беріп, оларды мол жеміс беруіне септігін тигізеді. Ал минерал тыңайтқыштар оларда көмегін береді. Мәселен, бұл селитраны алатын болсақ, бұл селитра азотный удобрение болып есептеледі. Бұл оның жетпей жатқан азотын былайша айтқан кезде көмектесіп, ол да өзінің септігін тигізеді. Бірақ бұл септігін тигізгенмен екінші жағы бар, ол жерді жылдан жылға былайша айтқан кезде құнарсыз дәрежеге алып келеді. Макро және микроорганизмдерді бұл жаңағы минерал тыңайтқыштар үлкен зиян тигізіп, ол жерді әлсірету дәрежесіне алып барады. Мәселен, қазір әлемдік статистикаға алып қарайтын болсақ, әр 10 секунд сайын 1 гектар жер құнарсыз дәрежеге ұшырап баратыр. 1800 жылы фон Либих деген неміс ғалымы ең бірінші серадан минерал тыңайтқыш шығарып, міне содан бастап бүкіл әлем былайша айтқан кезде құлдырауға бет алды дейді. Міне солардың жемісі бұл жер анамызды былайша айтқан кезде құнарсыз дәрежеге ұшыратып аққан бірден бір себепкер ол минерал тыңайтқыштар, гербицидтер және пестицидтер болып табылады. Ал органикалық тыңайтқыштар бұл тірі, былайша айтқан кезде бұның құрамында бір биогумустың құрамында, вермикомпосттың құрамында 1 кубический сантиметрінде миллиардтаған бактериялар болады да, бұлар жердің құрамына кірген кезде, бұл бактериялар ауадағы углекислый газ керек болатын болса, ауадағы азот керек болатын болса, соларды және почваның құрамында макро, мезо, микроэлементтерді ерітіп, судың құрамына қосып, шылаушандар сызған жолдармен әрбір өсімдік әлемінің тамырларына, жалбаршақ тамырларына су арқылы жаңағы макро және мезо микроэлементтерді бойына сіңдіріп отырады. Міне бұл органикалық тыңайтқыштар жерге кіруімен ол жерді тірілтіп, жерді жылдан жылға құнартып, оны былайша айтқан кезде өте құнарлы дәрежеге алып келеді. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер, бұл органикалық тыңайтқыштарды қолданумен сіздер жылдан жылға жерді қара жерге айналдырып, оны өте құнарлы дәрежеге алып келесіздер. Минералды тыңайтқыштар берумен ол 1 жылда жәрдем береді, 2-ші жыл жәрдем береді, одан кейін ол дозасын көбейтумен, бір күн болмаса бір күні жаңа жер былайша айтқан кезде құнарсыз дәрежеге келтіріп, ол жер істен шықпайтын дәрежеге алып келеді.